логопед, дефектолог. Опа. Және психологияны қараймын, бақылаймын. Негізі керек нәрсе ғой. Где-то 7 жыл болып қапты, сол бойынша өз-өзімізді жетелейміз ғой. Психология керек қой бәрімізге. Медицинаның маманы айтып тұр, психология керек деп. Дұрыс айтып отыр. Неменеге дұрыс айтып жатқаныңызды айтайын ба? Қазір аузымды сүртіп алайын. Аузымның майын сүртіп алайын. Бір күшті әңгіме бастайын деп дұрыс жатыр. Мынау, мен сөйлесем тоқтамайын бірақ. Абайлаңыздар. Мынау кім бар ғой, медицинаның атасының аты кім еді? Ибн Сина. Адамның кез келген ауруының бірінші не дейді? Жанын емдеу керек, Бірінші жанды емдейміз, одан кейін барып тәнді емдейміз деп кім айтты? Дұрыс айтасыз. Ибн Сина көкеміз айтты ғой. Кез келген аурудың түбінде не жатыр? Жанның ауруы жатыр ғой, жандарым-ау. Дұрыс айтасыз. Ал жанды басқа тілге аударғанда қалай аударылады? Енді душа дейді ғой, жан. Жанның сол өзге тілге аударған аудармасын психо деп атайды. Енді психо, аржағында ғылым деген сөз қосамыз. Психология. Медицина психологиядан төмен. Психология атасы. Психология керек деп айтпаймыз. Психологияға медицина екеуі ағалы, інілі, әйел мен күйеу сияқты өте байланысты. Өте байланысты. Солай емес па, Базеке? Өте тығыз байланысты. Әртүрлі дәрігерлердің әртүрлі мінездері бар. Бірақ мінезіне қарамай, бүкіл дәрігерлер психологияны білу керек. Бүкіл дәрігер, полный. Мен айтқан жоқпын, Ибн Сина айтты отыр, мен емес. Психологияны врачтар біледі ғой, міндетті түрде, бірақ кейде ол әр адамның жанын түсіне беру оларға да не всегда получается у них, потому что... Мына осы есікпен кіруге болады, дұрыс айтасыз. Өйткені ол жерде қаншама адам бар, олардың міндеті, например, хирург болса, ол кесіп, жараны таңап беру деген сияқты. Ірің болып тұрса, оны алып тастау деген сияқты. Ассалаумағалейкум, ата, қалайсыз? Ау? Қалай? Сумканы сосын? Опа! Машаттан ары қарай жүретін еді ғой, Алматыға қарай тағы да бөлек. Машаттан ары қарай жүретін еді ғой. Айтқан жоқ па сізге? Сумка, анау 169-ның ішінде қалып кетті ма? 161. Болды, қазір сұрайым. Болды, сұрайым. Болды, сұрайым, қазір көрейін. Айтам, Салған шығар. Алматыдан автобус кетіп бара жатқан ғой, Арыстан Алматыға. Соны енді Пользуюсь моментом деп керек затты неғып жатсыздар ма? Жіберіп. Жоқ, біз Алматыға қайын атам жіберген ғой енді. Опа, телефон өшіп тұр.
Ештеңе айтпайды, тауып аламыз. Жалпы психология деген нәрсе ол адамның жанын түсіну, үйрену, адамның жанын ұғу, жанын тыңдау, жанын сезе білу адамның қабілеті. Себебі ешқандай дәрігер 100% айтамын, сенің қай жерің қалай ауырып тұрғанын сезе алмайды. иә сезе Білуі алмайды. мүмкін, бірақ сезбейді. Сол себепті диагноз қою да өте қиын ғой, оңай емес қой диагноз Иә, қою. осы орайда бір сөз бар. Қандай сөз? Дұрыс қойылған диагноз, жазып аламыз бәріміз. Емнің жартысы. Әне. Иә. Түсіндіңіз ба? Егер диагноз дұрыс қойылса, онда емнің уже жартысы болды деп. Қалған жартысын жеткізу оңай. Сол. Тағы қандай сұрақ бар? 2 сұрақ дедіңіз, бір-ақ сұрақ қойдыңыз. Жоқ, бұл жерде әлі сұрақ қоймадым. Ой? Менде былай бізде часто выступление болады да. Мы часто выступаем, тренинги болады, сол кезде бізге ортаға шығарып мнениеңді, как бы новый методиканы айтады бізге. Сол бойынша біз жаңағы визит құрастырып айтып шығуымыз керек. Опа. Ал сол нәрсені, например, біліп тұрам да, бірақ соны жеткізе алмай қалам кейде. Даже вот ойымдағы нәрсені на фоне, енді мини стресс болады да ол жерде. Сөйтем да басқаша кетеді да. Айтайын деп тұрған нәрсе айтылмай, басқаша кетіп қалады. Сол жағын не істеуім керек, қалай не істесем болады. И это повторяется, да? Как будто сол оқиға уже бірнеше рет болған сияқты болады. Сонан, ну это как паттерны сияқты ма, вот я не знаю, уже где-то стоит он уже какой-то паттерн, да? Его надо убрать или перетрансформировать деген сияқты. Теріс ойлау бойынша сіз осы оқиғаны кішірейту керексіз. Бұл оқиға қазір сізге үлкен болып көрініп тұрса, Иә, сондай болып бұдан да бұрын тағы да осылай қалай қысылған едім, қашан қысылдым мен. Бұдан сәл кішілеу бір не кезде, мысалы, кішілеу бір оқиға кезінде. Түсініп отырсыз ба? Есіңізге түсіріңіз. кішілеу кезде, кішілеу оқиға. Осындай сезімді неше рет сезіндім. Ал ең алғаш рет қашан сезіндім? Бұл тоже интересно бізге. Ең алғаш рет тура осы сезімді неше жасымда сезіндім. Ең алғаш рет. Ет жесең тісіңе кіреді деп. Иә. Сол неше жасында екені есіме түспей тұрғанын қарашы. Негізінде бұрын мен есіңізге түсуі міндетті емес. Просто сұрақ қоясыз, болды. Да? Мен негізі бұрын сахнаға көп шығатынмын. Атам мен апам қолында өскем да, олар мені сахнаға шығарып, өлең айтқызып, тақпақ жаттатқызып, сөйтіп отыратын постоянно. Мен қорықпайтынмын ол сценадан. Домбыраға қатысып. Енді сол бір өсе келе, қалай болғанын білмеймін. Сол бір обществодан қорқып, кішкене қысылатын болыппын да. Вот, енді осы жерден жай аспай кіріңіз осы есікпен. Мен бұрын осындай керемет тақпақ айтушы едім. Керемет. Халықтың алдына шығушы едім. Бір күні кенет осындай оқиға болды.
Сол оқиға, например, болғаннан кейін уже бірнеше күн өзімді жеп жүремін да, вот неге осыны былай айтпадым, неге былай айтпадым деген сияқты. Хотя біліп тұрмын ғой барлығын да. Неге соны былай біліп тұрған нәрсемді айтпадым деген сияқты нәрселер болады. Сол Мгм. Жоқ, қараңызшы, атыңыз кім? Майра. Майра ханым. Өте қызықты сұрақ. Осы керемет жұрттың алдына шығып, дүйім жұрттың алдына шығып, жарияға жар салып жүрген кезімде басымнан осындай оқиға өтті. Вот. Осы оқиғаның кесірінен проблема пайда болды. Мен қазір қандай да болсын көпшіліктің алдына шығудан қорқамын. Мен жесткий бір удар аламын, отпор аламын. Да? Бір қарсылық. Ой, қойшы, сен айтпай-ақ қойшы. Сен сөйлемеші. Айтқаның бар, білгенің осы ма? Деген сияқты үлкен-үлкен ударлар. Кетті. Осы сұрақты қойыңызшы. Мен ең алғаш рет ұятқа қалған сәтім. Сондай бір ұятқа қалдым. Қиын жағдайға түстім. Сосын өзіме уәде бердім, енді ешкімге ештеңе айтпаймын. Бірақ былай шығып айтқым кеп тұрады. Каждый раз айтқым кеп тұрады да, бірақ әр кезде әрқалай шығады. Айтқыңыз кеп тұрмайды, айту керек боласыз. Бірақ айта алмайсыз. Машинада бір бұзылып қалды дейікші, жүріп тұрған машина. Бір нәрсені артық пайдаланып жүрді, содан бұзылды ғой, дұрыс па? Сол сияқты біз немізді, қандай қызметімізді, қандай қасиетімізді, қандай мүшемізді артық пайдаландық. Не істеп қойдық біз? Орысша айтқанда, почему мы себя наказываем? Почему? Мы же наказываем себя. Ана не дейді, самокритика көп ойнап кетеді ма, сондай? Жайдай Не болды екен? Что за самокритика? Откуда она появилась вообще? Орысша сөйлеп кетіп қалдым енді. Обесценивание себя дейді ғой. Өз-өзіңді құнсыздандыру болады да. Міне. Аузы қисық болса да, бай баласы сөйлесін. Өкінішке орай менің аузым қисық, но мен бай емеспін. Бір жағдай бар да менің басымда. Жағдай бар. Бір нәрсе мені тоқтатып тұр. Әйтпесе мен ортаның гүлімін ғой мен. Не тоқтатып тұр? Не ол? Не екенін білмеймін сол. Соны түйсікке сұрақ қою арқылы анықтауға болады. Анықтайсыз, табасыз, трансформациялайсыз, бітеді бәрі. Оған қалай сұрақтар қойсам болады екен? Не сұрақ қояйын? Түйсікпен енді. Мен айтқан сұрақтар бар. Осы сезімді ең алғаш рет неше жасымда сезіндім. И любой ответ келеді. Маған просто любой ответті айтыңыз, сіз өзіңіздің ішіңізде оны фильтрге анализдеп жасамаңыз. Ол уже дайын. Ол міне шығайын деп тұр. Осын шығару керек болды. Енді кішкентай кезінен кемпір мен шалдың қолында өскеннен кейін ба, ананы үйтпе, мынаны бүйтпе, ананы салма, мынаны қойма деп. Соны да айта алмайсың ба деген сөздер көп болған соң сол құйыла берген шығар деп ойлаймын.
Жайдан жай шыққан жоқ мына сөз. Соны да айта алмайсың ба деген сөз ба? Иә. Қандай сөз, тошынасын айтыңыз. Енді үй тірлігі болсын, любой нәрселер болса да, соны да білмейсің ба деген сияқты нәрселер болады кейде. Кейде емес, осының бізге ең алғаш рет келген керек. Ең алғаш рет кімнен сынды? Сол атам, апамдар айтатын соны. Сол кезде қандай сезім сезінесің? Енді өзіңді тупой сезінесің ғой. Неғып мен білмеймін соны да деп. Мен барлық нәрсені білуге міндеттімін ба? Жалпы? Міндетті емеспін. Онда к чему это все стеснение? С какой стати? Өз-өзімді, значит, өз-өзімді груздеп жүрген екенмін да. Просто сама себя груздеп. Я могу и знать, и не знать. Правильно. Орысша айтқанда, я не обязана знать. Никто не в силах мне указывать, диктовать. Солай емес пе? Басеке? Иә. Во! Енді осының ішіне кіріп кеттіңіз. Қалай кіресіз? Мен өзімді қашан жоғалттым, яғни өзімді өзім сондай бір жағдайға түсірдім. Сондай бір ұятты бір жағдай, Құдай сақтасын. Сол жағдай бізді құртып тұр ғой, Басеке. Сіз енді ол ұятты жағдайды мына жерде айта аласыз ба, айта алмайсыз ба? Айтып алатын адамдар бар. Бірақ ойбай, одан кейін звондайды. Эфирден өшіріп тастаңызшы, Бақтияр мырза, үйтіңізші, бүйтіңізші, күйеуім қызғаншақ, анау мынау. Ондай әңгіме жоқ па? Жоқ. Ондай әңгіме жоқ. Менің күйеуім полицияда істейді, тергеуші болып істейді, ана жақта істейді, мына жақта істейді. Қорқытулар басталады. Ей, Бақтияр мырза, эфирді өшіріңізші, сақтамаңызшы деп. Мен ешқашан ешкімнің эфирін өшірмеймін. Мен ақиқатқа тіке жүрген адаммын. Сондықтан басыңыздан өткен ыңғайсыз құпия жағдай бар, Басеке. Енді сіз бұны дүйім жұрттың алдында жариялауға қаншалықты психологиялық түрде дайынсыз? Көрдіңіз, сіз вообще басқа темамен келдіңіз, ал мен басқа жаққа кеттік. Вообще-то ет жеп отырған мен. Қандай оқиға екен екен, ол мен өзімде де білмей тұрмын ғой. Білсеңіз жылайсыз просто. Әйел адам екі жағдайда құнсызданады. Біріншісі, оны физикалық күш көрсеткен кезде. Яғни ұрып, сабау, е? Бұзақылық. 297 бап, е? Бұзақылық. Енді ол нәрсе кейін болды ғой, менде өмірімде ол нәрседен өттім мен. Бірақ қандай... Екіншісі, тыңдаймыз, сөзді бөлдім. Екіншісі, кәмелетке толмаған балаларды жыныстық қатынасқа мәжбүрлеу. 125 статья. То же самое. Ондай нәрсе оқиға болмаған, негізі басымда менде.
Только вот сол жаңағы түйсіктің бір ғажайып нәрсесі, бытовое насилие. бүкіл нәрсені жазып алады. Ал менімен сөйлесудің, менімен консультация алудың ғажайып нәрсесі тек қана ақиқат шығады ортаға. Мен қосымша психолог қана емес, Алланың берген қабілеті бар. Өте күшті қабілет. Мен көріпкел сияқты былайша айтқанда, сіздің ішіңізді Алла маған білдіреді. Бір қызығы, сіз де білмейсіз даже оны. Оны мен білемін бірақ. Түсінесіз ба? Талай қыздар болған эфирға келіп. Ой, қойыңызшы, енді ондай домогание болмайды, ондай жоқ. Кетіңізші деп, өшіріп кетіп қалып, 3-4 сағаттан кейін жазып тұрады. Бақтияр мырза, оказывается, бар екен. Сіз өз басыңызда 127 статья бойынша кәмелетке толмағандарды жыныстық қатынасқа мәжбүрлеу немесе сол сияқты әрекеттерге тарту бойынша ештеңе есіңізде жоқ, солай ғой? Жоқ, ондай нәрсе жоқ есімде. Демек, сіз өте кішкентай кезіңізде болған. Ғажайып түйсіктен сұрасаңыз, түйсік бәрін еске түсіреді ғой. Полный 24/7 жазады. Сен ұйықтап жатсың Мен ба? ондай нәрсені ше, мен кішкентай кезімде просто көргем да ондай нәрсені. Көргем, мен көзіммен көргем, просто ойнап жүрген балдарды. Я просто видела это. Көзіммен көріп қалғам да сондай нәрсені. И все. Что маған бүйтіп ондай нәрсе болмаған негізі. Так, уже бер жағы шықты. Ойнап жүрген ойын баласымыз ғой бүйтіп. Соседтермен ойнаймыз, балдармен жүгіріп ойнаймыз сол кезде. Ойнап, папа, мама ойнап не қылғандарын көргем да мен. И все. Опа. Неше жаста едіңіз? Осыған қатысы бар ма? Неше жаста едіңіз? Жандарма 100% қатысы бар. 100%. 100. Түсіріп жатсыз ба? Түсініп жатсыз ба? Неше жасыңызда көрдіңіз? Біреулердің Ол кезде примерно. папа және мама ойынын ойнап жатқанын көрдіңіз ғой, иә? Иә. Неше жаста көрдіңіз? Примерно 7 жастар шығар. Сол кезде, мен бұны күнде көріп жүрмін, бұл нәрсе деген сияқты миыңызда программа пайда болды ма? Или ондай нәрсе күнде көрмейтін бе едіңіз? Күнде көрмейтін ондай нәрсені. Демек, мида не пайда болды? Сұрақ пайда болған жоқ па? Не нәрсе бұл? Бұлар неге бұл нәрсені жасап жатыр? Иә. Бар ма? Иә. Вот, соны өмірде қайтадан қайталайды соның бәрін. Өмір сізге түсіндіруге тырысады да, әртүрлі жағдайлармен байланысты сізде. И сіздің басыңызда ол нәрсе міндетті түрде болған. Бірақ өкінішке орай қазір есіңізде түк жоқ. Бірақ түйсікте бәрі бар. Эфир өткесін по-любому маған жазасыз. Ертеңге шейін уже жазып қоясыз. Ақтиямызда таптым осындай оқиға бар екен. Қалай шешсек болады деп. Есіме түсті деп. Күйеуіңіз бар ма?
Жоқ, сол қазір Күйеуіңіз қайда? келіспеушіліктермен ажырасып кеткенбіз. Уже 8 жылдай болып қалды. Стоп! Тоқтаңыз. Осы еспен кіріп көріңізші. Күйеуіммен ажырасып кеттім деп отырсыз. Солай ма? Есті бекер жерде түсін бәрін шұқылап кеттім ғой. Қараңызшы. Күйеуіммен ажырасып кеттім дедіңіз ба? Иә. Нормальный адамдар ажыраса ма? Жоқ. Яғни отношениясы, здоровый отношениясы бар адамдар ажыраса ма? Ажыраспай. Сіздің ажырасуыңызға себеп болған нәрсе, ол үлкен нәрсе. Өте үлкен нәрсе, басеке. Яғни сіздің ар жағындағы жыныстық гормондарыңыз еркектің бұл әлемге қажеті жоқ. Еркегі құрып кетсін. Көрмегенім еркектер болсын. Деген программа бар. Оны миға сигнал беріп қойыпты. Қазір жігіттермен танысасыз ба? Болады, иә, кейде уже. Бәрінің жасы кішкентай ма сізден? Жоқ, болады кейде, нормально жаста. Жасы кішкентайлар бар ма? Көбінесе жасы кішкентай болып қалады, иә. Көбінесе емес, бәрінің жасы кішкентай. Конкретно зерттесеңіз. Мен бұл схеманы білем ғой, басеке. Шах и мат болдыңыз ғой қазір. Тағы бір қызға айтайын ба? Әкеңіз қайда? Ау? Әкеңіз қайда? Әпкем? Папа, әкеңіз. Папам бар. Енді қазір пенсияда уже. Папаңыз жақсы көресіз ба? Иә. Папаңызбен екеуіңіздің араларыңызда ғажайып бір бақытты сәттер болды ма? Қандай бір қуанышты сәттер? Қалай? Түсінбедім. Еске алатындай қуанышты сәт. Ұмытпай. Болған, бірақ редко болған. Ұмытпайтын деп тұрмын, жандарым ау. Ұмытпайтын ойға болған жоқ па? Өте аз болған. Өйткені енді мен кемпір мен шалдың қызы болған ғой. Сол себепті. Өте аз. Кемпір мен шал сізді туды ма? Жоқ. Болған жоқ қой. Солай емес па? Иә. Ал сіздің әке-шешеңіз сізді туды ғой. Әке-шешеңіз ерлі және зайыптылы адамдар, яғни еркек және әйел адам. Солай ғой? Иә. Енді қызықты қараңыз. Сіздің әкеңіз анаңызға қандай қарым-қатынас көрсеткен? Енді ол баяғына адамдарында көп нәрсе болған ғой.
тем аяқ более. адамдар керек емес маған. Әмір Темірдің заманы керек емес. Конкретный вопрос, конкретный ответ. Ну, разные ситуации Қатты были. айтқанда, вы на допросе, понимаете? Нет, әртүрлі жағдайлар болған. Бір кездері түсінісіп отыратын, бір кезде түсініспей қалады. Ақталмаңыз Басеке. Әкеңіз бен анаңыздың арасында дұрыс қарым-қатынас болған жоқ. Это Бұдан да повлияло, да, ауыр думаете? айтайын ба? Конечно. Бұдан да ауыр білесіз ба? Сізді екі қабат қылып мамаңыз көтеріп жүрген кезде, мамаңыздың самооценкасы түскен. Сондай бір оқиға болған басында. Мамаңыз дүниеде болса, сұрасаңыз болады. Эфирде лайк басып отырыңыздар, таратып отырыңыздар. Сонда маған екі қабат кезде болған ба? Мүмкін, өйткені мен үйде үлкенім ғой, үлкені кезде ол келін баласы енді үйге привыкать етеді. Әртүрлі жағдайлар болады ғой. Өткен ғой, енді болады ғой ондай нәрселер. Келін болған соң. Не үшін ақталып жатсыз? Ақталмай, асықпай айта беріңіз. Просто. Үйдің үлкенсіз ба, кішкентайсыз ба, бұл жерде қызық емес. Сізге жүкті кезінде өте үлкен удар алған анаңыз. Психологиялық удар немесе травма. Түсіндіңіз ба? Сұрау керек екен, иә. Шақырсаңшы қазір эфирге кіре ала ма? Жоқ, кіре алмайды. Ол кісі де Звондай аласыз ба? кірмейді ғой бияққа. Просто өзім кейін сұраймын. Кейде осылай отырамын да, басқа ар жағында екінші телефон болса, звонда деймін апаңа. Апасы бәрін айтып береді ғой. Енді бұл прицеп біткен жоқ қой, ең жаманы. Біткен жоқ қой бұл тема. Енді қызығын қараңыз. Сіздің балаларыңыз қанша, қыздарыңыз бар ма? Иә. Үйіңізде тура сізге ұқсаған кішкентай қыз өсіп келеді. Оның мінезі туралы айтпаңызшы маған. Әрекеттері. Тура ұқсайды деп айта алмаймын негізі. Әртүрлі. Екеуі де бар, екі қызым бар, бірақ екеуі де әртүрлі мінездер. Яғни сіздің кішкентай қызыңыз сізге ұқсап бастайды өз әрекеттері. Әлі может ештеңе байқамаған шығар. Енді байқай бастайсыз, жай. Ол жақта сіздің мамаңыздың басталып кеткен темасын сіз аяқтамағаннан кейін, сізден туылған қыз оны жалғастырады өкінішке орай. Но подсознательном уровне. Түсінесіз ба? Түйсік деңгейінде. Оны қалай тауып, қалай разблокировка жасау керек мында? Қайда ол қыз? Қаншада? Қайда ол қыз? Қаншада? Алло. Hello. Ой, интернет өшіп қалды. Естілмей жатыр ма? Естіліп жатыр ма? Өшіп қалды ғой, естілмей қалды вообще. Судың астынан сөйлеп отқан сияқты болыпсың.
Енді қалай естіліп жатыр? Болады, әдемі. Мгм. Түсініп жатсыз ба мен айтқан нәрсені? Иә, мен түсініп отырмын. Сонда ғой Бұл я же өте постоянно терең. понимаешь? Қатты айтқанда бұл өте терең әңгіме. И бұл әңгімені міндетті түрде шешу керек. Оны шешу үшін сіз только консультация ғана алу емес, кәдімгі ем алу керексіз ғой. Менімен жұмыс жасау керексіз ғой біраз уақыт. Мгм. Мгм. И осының бәрін шешкеннен кейін сайрайтын боласыз. Спокойно. Шын айтамын. Келісесіз ба, келіспейсіз ба? Да, конечно. Не ол, конечно, деді. Причинасы бар ғой енді. Причинасын алып тастау керек. Обязательно. Просто я думала, какая-то ситуация влияла, да? А так у меня же до этого не было же. Осы соңғы 3 года, что ли, вот именно бәрі нормально болып келеді да, сол сондай ситуация повторяется, да, уже несколько раз. Асеке, вы же теряли себя. Сіз өзіңізді жоғалттыңыз. Когда сіз өзіңізді жоғалттыңыз, сіз күйеуді де жоғалттыңыз, сіз отбасын да жоғалттыңыз, бәрін жоғалттыңыз. Түсінесіз ба? Бұл жай нәрсе емес ол. А это может повлиять на то, чтобы я сделала неправильный выбор? Уже влияет. Уже. Не надо может, уже влияет. Орысша айтқанда. Повлияет па или орысша қалай дұрыс болады? Влияет. Түсіндіңіз ба, Асеке? Я басқа нәрсе болып кетті ғой. Причина. Бізде всегда сондай. Бізде всегда Причина сондай. совсем в другом болып тұр ғой. Не в другом. Я думала, Мен именно соның причинасын тауып бере алам деп тұрмын сіздерге. Именно соның причинасын, неден басталған, қандай ауру, именно осы нәрсесін ғана дұрыстасаң ғана емделеді. Но ол жауап сізге ұнамауы мүмкін. Но ақиқат всегда тәтті болып көрінбейді ғой енді, ол всегда ащы болады. Енді екінші адамды қабылдайын. Сау болып тұрыңыз. Сау болыңыз. Түсіндіңіздер ма енді? Не болған? Жазып отырыңыздар, түсінсеңіздер түсіндім, түсінбесем де түсінбедім деп. Саламатсыздар. Саламатсыздар. Музыканың дауысын сәл қойып қойсаңыз. Тыныш жерге барсаңыз. Тыныш жерге барып, өзіңіздің сұрағыңызды қойып. Менде күйеуім жайлы ғой. Бастай беріңіздер сразу, төтесіне. Жұмыс жасайды, бірақ ақша жоқ дейді. Өзінен артылмайды, я бала шағасына не қылмайды, жаратпайды.
Сол туралы не айтасыз? Претензия көп, күйім айта берейін десем. Айтсаңшы. Сол айтқанда Әлі жұмыс ештеңе жасайды. Бірақ ақша жоқ. Я бала шағасына қимайды, я өзіне қимайды. Білмеймін қайда кетіп жатқанын. Өзіміз қанша ақша табады. квартира жалда тұрамыз. Айына кем дегенде 1 миллион табады ғой. Бір айда 1 миллион табатын жігіт сізге көк тиынды әкелмейді. Иә. Сіз ешкім ондай емес шығар. Береді бірақ мындай. Итке нан лақтырғандай ақ береді да, 1000 теңге, 500 теңге, 2000 теңге. Ең көп бергені 10 000 теңге болып тұр ғой. 1 миллионнан 10 000 теңге. Иә. Даже Онда да. налогтың өзі 30 000 теңге ғой 1 миллионнан. Онда 1 да миллионнан берейін деп налог бермейді 30 ғой. теңге ғой. Бірдеңкеге жетпей Сізге қалады. 10 000 Мысалы, теңге беремін. дәрі алып, аптекада тұрсам, болмаса жаңа магазинде продукт алып тұрам. Соған жетпей қалады да. Сол кезде отырады. Былайша аудара бермейді, бере бермейді. Қазір өзі қайда? Сол 30 000-ның 30 теңгесін де бермейді ғой. Қазір өзі қайда? Сол туралы не айтасыз? Не істеуге Қазір болады, өзі қайда деймін? өзгертуге жоқ, өзім өзгеру. Өзі жұмыста қазір. Не істеймін, тастап кетейін десем баратын жерім жоқ. Шапшынан алсын. Не істеймін енді, 4 баламен қақа барам, 4 күнге сыймайым. Ата енеміз бөлек тұрыңдар деп бөлек шығарып жіберген. Ол жақта да әкесінің айтқанын істемейді. Үйде күнде ұрыс, күнде айқай, сонымен құрыңдар деп бөлек шығарып жіберді ғой, аяқ асты. Амал жоқ енді осы 4 баланың Сізді ұрады ма, ұрмайды ма? Ұрғанда үйтіп қатты тұрмайды, тек ішпеген кезде болмасын, былайша ұра бермейді. Ішіндегі толып қалған бәрін ішпеген кезде айтады ғой, былай сау кезінде тыныш. Не айтады? Ештеңе айтпайды сау кезінде. Не толған не ол? Ештеңе айтпайды. Шай ішеміз, тамақ ішеміз, сотқыш құлап отырады, әңгіме айтпайды. Ішіп келген кезде не айтады деймін? Ішіп келгенде сол, менсінбейсің, жақсы көрмейсің, басқа біреуің бар. Стоп. Бірден айтамыз қан? Әрбір сөзге мән береміз. Ішіп келген адам, ол ақиқатты айтады, біріншісінде менсінбейсің, так. Жақсы көрмейсің. Жақсы көрмейсің, так. Басқа біреуің бар. Басқа біреуің бар, так. Сондай дейді, басқа ештеңе айтпайды. Яғни сізді изменаға кінәлайды. Бірақ сіз өміріңізде изменаға повод беріп көріп пе едіңіз? Жоқ, ешқашан. Талдыңыз ба біреумен? Жоқ, вообще ондайым жоқ. Жоқ. Енді қарайын. Бұл еркектің сізге айтып жатқан сөзін ол одан бұрын тағы біреуге айту керек еді. Кімге? Сізден бұрын. Сіз ол еркекті кімнен алдыңыз? Қалай кімнен алдым? Кімнен алдыңыз? Білмеймін, менің алдымда үйтіп қызбен жүрдім, не қылдым деген әңгіме болған. Кімнен алдым? Ол кімнің қасында болған еді сізден бұрын? Мамасының. Мамасының, иә? Мамасына айтып жатқан сөз деп неге қабылдамадыңыз? Вообще ойыма келмепті. Енді бірінші сұраққа көшеміз.
не мені менсінбейсің деп жатыр. Демек, бала не кеміс, не ортаншы бала. Үйде баланың отбасындағы авторитеті қандай әулетте? мүлде жоқ. Яғни, әңгіме, стрелка сізге бағытталмаған. Сіз хотя бы кішкентай ғана бір повод бергеніңізде айтар едім, сізге бағытталған. Өкінішке орай, бұл сөздің иесі сіз емес. Екінші сөз қандай? Жақсы көрмейсің. Жақсы көрмейсің. Жақсы көрмейсің деген сөзді кімге айтып жатыр деп ойлайсыз? Мамасына? Маған? Әкесіне? Өз-өзіне? Өзіне? Бүгін жеттеңші, жақсы көрмейсің. Мен қандай да бір жақсылықтар жасаймын. Бұл Өзіне айтып айтылмайды. жатырма сонда? Мен қандай да бір жақсылықтар жасаймын. Бірақ бұл жақсылықтар ешқашан бағаланбайды, айтылмайды, атап өтілмейді. Не істесем істеймін, но бірақ ешкім мені мойындамайды. Мойындамайды ешкім. Демек, баланың өмірі кішкентай кезінен бастап спортпен өткен. Конкурс, спор, нандай. Өкінішке орай, спорттан постоянно жеңіліп отқан. Үшіншісі, Басқа біреуің бар. басқа біреуің бар. Кімге айтылады басқа біреуің бар деген сөз? Мамасына? Не мамасына, не папасына. Басқа біреуің. Бұл жігіт изменаны бір жерден көрген ғой. Папасының екінші әйелі бар. Бұл өмірінде бір рет изменаны көрген ғой бұл. Қайдан көрген? Папасынан? Тағы? Тағы? Папасынан? Отыраспен папасынан деп. Даусыңыз дұрыс естілмей қалып, папасының екінші әйелі бар ғой? Бұл Астанада оқып жүргенде папасымен болған. Папасымен бірге бір квартирада тұрған. Папасы басқа біреумен жүріп кеткен. Сонымен некесін қиып, одан бір баласы бар. Соны бұл бала білет, бірақ ешкімге айтпаған. Осы оқиғаның негізінде, яғни, кімді кінәлап отыр? Кімді кінәлап отыр? Алло! Күшті бір ребусты шешіп отқанда не қылдыңыздар? Интернет істемей қалды. Бірақ күшті болған еді. Өте жақсы болған еді.
жаңағы кісінің аты кім еді? Ассалаумағалейкум. саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Айда, жоқ айда. Айта беріңіз. Шығып кетті ол, интернеті жоқ еді. Саламатсыз, иә, маған звондап қалды. Жасым 35-те, тұрмысқа шықпағанмын. Қазіргі таңда жігітім жоқ, болған жоқ деп айтсам да болады. Не себепті тұрмысқа шықпай жүргенімді түсіне алмай жүрмін. Қанша курс оқысам да, өзіме сұрақ қойсам да, осының себебін білсем деп едім. Ағаларыңыз көп па? Ал, Ағаларыңыз көп па деймін? двоюрный ағаларым бар, сосын інім бар, інілерім бар. Өзім үйде үлкенімін, қыздан жалғызбын, 2 туған інім бар. Олар да бойдақ. Двоюрный ағаларым да тоже қазіргі таңда бойдақ десем болады. Енді қалай үйленіп ажырасып кеткен. Мен ойлаймын, мүмкін біздің мына род дейді ғой, мына жеті атада бірдеңе қалып қойған сияқты ма, қарғыс па, әлде білмеймін не екенін. Потому что мүмкін емес, мысалға, менің папам өзі 5 ағайынды да, бірақ соның ішінде 2-і ұл, 3-і қыз. Именно ұлдан тараған балалары үйленбей жүр, мысалға. Одан кейінгі шөбересі, наоборот, бір атаның біз немерелері үйленбей жүрді, шөбересі, наоборот, үйленіп кетті. 19 жасында ма үйленіп кетті. Әлде мен өзімнің установкамде ма, жаңағыдай бірдеңе бар ма деп ойлап қоямын. Мне кажется, көбіне жүрегім сол біздің текте деп ойлап тұрмын, білмеймін да. Ол қаншалықты... Не басынан бастаймыз, не аяғынан бастаймыз? Қайсы дұрыс? Басынан бастаған дұрыс сияқты. Басынан бастайтын болсақ, баяғы кішкентай кезімізге барайықшы. Әкеміз бен анамыздың арасындағы махаббатты, осы отбасының... Біздер енді бір бөлмелі үйде тұрдық, андай этажный үйде тұрдық. Мен в основном көршімнің айқай-шуын көп көріп өстім. Екеуі қатты айқайласатын. Андай көрші апаның күйеуі жаңағыдай күрек бар ғой, сумен қуып жүретінді. Мүмкін содан шошып қалдым ба деп ойлаймын, может быть. Ол кезде мен 7 жаста едім. 7 жаста күйеуі әйеліне зорлық, зомбылық, отбасылық зорлық көрсетіп жатқан жерін сіз байқадыңыз, солай ма? Күнде ұрсады, күнде. Мен сол үйде 19 жыл тұрдым, 19 жыл бойы ұрсып кетті. Мен көшкенше ұрсып кетті сол жерде. Бұлай төбелесіп жарақаттамайды, бірақ қатты айқайласады да, бүкіл этажға естілетіндей болып. Себебі күйеуі ішіп келеді, есік ашпайды, анау аш дейді, ашпайды дейді. Прям іргеміздегі көршілес есік қой, прям көршілес есік. Яғни бұл адамдар сізге, өміріңізге вообще қатысы жоқ айдаладағы біреулер. Ал өзімнің үйімдегі болса, мысалға, ата-анам енді кәдімгі тұрып жатқан отбасымыз ғой. Анам да, әкем де қазір бар, екеуі де. Кішкентай кезімізде олар өйтіп ұрсып не істеген жоқ, бірақ енді қатты аса бай болған жоқпыз. Енді күнімізді кәдімгі 90-95 жылдары көріп жатқан отбасы болдық, елмен қатар. Стоп, сіздің 7 жаста еркек пен әйелдің ұрысын көру сәтіңіз бар ма? Иә. Бұл қайдан пайда болды деп ойланбадыңыз ба бір сәт болса да? Не себепті мен сондай семьяның қасында өмір сүрдім? Не себепті? Құдайға қоятын сұрақ қой, Құдайға.
не себепті солармен көрші болдым деп па? Не себепті сондай ситуацияны көрдім? себепті және алла тағалаға прямой сұрақ басталады, бұның хикметі не, маған қараған жағы не, бұның маған пайдасы не үшін көрсеттің сен бұны? Ну, типа, болады ғой, айтады ғой, мысалға, біреу кішкентай бала мысалға әке шешесінің ұрысын көріп жүрсе, ол өзіне айтады, мен бұндай отбасы болғанын қаламаймын, мен наоборот ертең мен әкем сияқты алқаш болмаймын, наоборот керісінше мен әйелімді аялап өтемін деген сияқты. Сондай установка де болады да, мысалға, сондай ойы болады. Мына жерде мен білмеймін енді, мен наоборот ондай ұрыспайтын еркек болса деген сияқты андай қалайын ба сондай да. Яғни, ер адамдарға кішкентай бір блок бар. Және Иә. арнайы сізге үйленгісі келетін еркектерге конкретный стандарттар бар, параметрлер бар. Соларға тура келсе келді, келмесе келмеді, короче. Иә. Яғни әлемді өзіңізбен басқарғыңыз келеді. Солай ма? Солай Барлық болып тұр, иә. жауапкершілікті өзіңіз алғыңыз келеді деген сөз ғой бұл. Барлық Енді жауапкершілікті өзі алатын әйел адамды еркек адам деп атаймыз. иә, дұрыс айтасың. Жарайсың, Терешкова, батырсың деген әңгіме ғой бұл жерде. Енді атыңыз кім? Бақытгүл. Бақытгүлдің еркек болу процесін анықтауымыз керек болды. Бақытгүл не себепті еркек болуды шешті? Себебі айдаладағы көрші әйелдің қорғаны, соған көмектескісі келді. Сөйтті да, Иә. оның еркектік гормондары ояна бастады. Сөйтіп, өзін еркек сияқты ұстаған кейін сізге қандай жігіттер жолығады? Қазір өзіндерін голубой сияқты ұстайтындар жолыға ма? Андай жұмсақ мягкийлер, иә. Шах. Наоборот, менен андай қатты жоғары мындай мінезді болады ғой, сондай жігіттер болған кездескенім Қалай бар да. айтасыз? Иә. Бірақ бычық-хычық деп қалған жігіттер жолығады да, майда өздері. Өкпелеп қалады Иә. кішкене. Ренжіп қалады. Еще жасы кішілер де тоже уже болып жатыр да, жасы біраз кіші, 6 жас кіші, 12 жас кіші деген. Олар Это вообще- обязательно жасы кіші болады. Үлкен кісінің жасы всегда кіші болады. Түсіндіңіз ба? Иә. Енді мен оны қалай перепрограммирование жасаймын, өзіме айтамын ба сонда? Ешкімге айтпайсыз. А, Маған емге келесіз. Мен сізбен жұмыс жасаймын. Жеке жұмыс жасауым керек болып тұр. Мына жерде қоймайтын басқа бір сұрақтар бар, мен соларды қоюым керек сізге. Иә. Ол жағын уже түсініп Иә. тұрмын примерно, иә. Мен сізге конкретно шешімін айтамын. Бірақ бұл тема шешіледі 100%. Шах и мат. Солай емес па? Иә. Ризасыз ба? Иә. Жаңа сұрақ сіз қойдыңыз ғой, балалық шаққа барайық, сонда қандай отбасыда не тұрдыңыз дегенде жаңа осы картинка бірден келді да, көршінің осы аяқласып жатқаны. Түйсігіңіз дегенде бұрын жауап беріп жатыр ғой. Мынаны жібер. Бақтиярға мынаны жібер деп. Иә. Ал басқа енді үйде, майда шүйде ұрыстар болады ғой, бірақ вообще ондай қатты ұрыстар болған жоқ, бірақ именно сол картинка бірден келді да. Андай күрекпен шауып жүргені сол. Соны айтамын. Ол терапия жүріңіз. Номер тұр, WhatsApp номер жазасыз. Дальше оңай. Ризасыз ба? Рахмет. Иә, риза, рахмет көп. Сау болыңыз.
Ау. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам, қош келдіңіз. Кім дейді? Мен осы көптен бері үйленуге ниет етіп жүргенмін ғой. Бауыржан дей ма? Иә, Арабша жазғансыз ба? иә. Не себепті арабша жазған затыңыз? Не себепті дейсіз ба? Себебін ұмытып қалдым. Бұл Бір- сіздің өміріңізге қазіргі қоятын сұрағыңызға прямой байланысты. Пешке түсіру керек болады. Біреуден жасырыну үшін болу керек. Опа. Руки вверх. Сосын кімнен, не үшін? Бір қыздың профилін көру үшін. Зачем? Жақсы көрген, осы ұрысып қалдық. Содан. Блокқа кеткем, и потом осылай невидимка болып ат жөнімді ауыстырып, сол историяларын нелерін көріп отырғанға. Зачем? Зачем? Не проблема болды? Жасыңыз қаншада? 25-те. Жастар екен ғой. 26-ға келіп жатыр. Мен осы қанша жыл болды десем болады. 3 жылдай болды да сол қызбен арпалысып келе жатқаныма. Оңға солға шығатынымды білмейміз. Ол да Стоп. Арпалысып келе жатқаны ма? Чё за слово арпалысу зачем бізге керек? Қызбен адам арпалыса ма? арпалысу деген жаңағыдай не ғой? Қалай айтсам болады? Жақсы сөз емес қой. Арпалысу деген жақсы сөз емес вообще. Біз жақ Шымкент жақта солай айтылатын нәрсе бар, сөз бар да. Ол диалектіге кірмей ақ қойыңыз. А, Бұл жерде сіздің түйсігіңіз ғой сөйлеп тұрған. Арпалысу, алысу, соғысу, төбелесу, бір-бірін жою болып жатыр ғой. Жай ма? Әйел адамдарға не себепті қарсысыз? Бауыржан мырза. жаным ашиды, қызғанам. Кімді кімнен қызғанасыз? Сол қызды қызғанғам. Қызғаныш дегеніміз қорқыныш және ашудың қосындысынан туындаған реакция. Не бір нәрсеге қатты ашуланасыз, және бір нәрсеге қатты қорқасыз. Иә. Адам неден қорқады? Өзі таяқ жеген жерден ғана қорқады, солай емес па? Сосын Алладан қорқады. Алла басқа тема. Бұл жерде Алла жоқ. Бұл жерде басқа тема. Иә, таяқ жеген жерінен қорқады, дұрыс айтасың. Енді осының ішіне кіруіміз керек. Сонда қалай таяқ жеген жерімді есіме түсіруім керек па? Әйел адамдардан не себепті отказ бердіңіз? Әйел адамдар бұл өмірде болмау керек. Әйел адамдар вообще қажет емес. Әйел адам деген адам емес. Оларға главный сенуге болмайды. Қайдан шықты? Ұстазыңыз кім? Ұстазым Кім үйретті сізге бұл нәрсені? көп болған, ұстазым менде. Қалай сонда ұстаз дегенде қандай ұстаз, мектеп кезіндегі ме? Ұстаз деген нәрсені қараңыз. Сізді осы жолға түсірген адам. Өзінің кеңестерін, ақылдарын берген адам. Қызғандыруға, иә, типа. Так. Ұстаз. Бір екі адам айтқан болатын. Ұстаз Не деді? сенбеу керек, яғни қыз дегенде 2-3 вариант болады. Молодец. Так, сосын?
И потом солай деген. Сосын дальше қалай болса болады да. Бұл адамдар өмірлік ұстаз болатындай біреу ме еді? Біреуінде семья бар, біреуі бойдақ. Қайсысы әйелге сенбеу керек деген әңгімені айтты? Бір әйелмен емес, параллельно сенбей 2-3 қызбен бірге жүру керек деп кім айтты? Параллель 2-3 қызбен жүру керек деп бойдағы жігіт айтты, әйелге сенбеу керек деп үйленген адам айтқан. Үйленген адам әйеліне сенбеу керек деген сөзді қайдан алды? Қашаннан бастап сенбеу керек? Сенбеген адамның қасында неге тыр жалаңаш шешінесің? Неге бала туасың? Бала туасың, бүкіл құпияңды ашасың, Так. жан дүниеңді ашасың. Сенбеген болсаң, бұл жерде әңгіме бар, тема. Сол адам, әйеліне сенбейтін адам, не үшін әйеліне сенбейді? Мен әйеліме сенем ба? Мысалы, сенем, е? Сенген соң семья болып білмедім бұл жағын. Семьямын. Жасым 35-те. Егер мен көшеде бір қызбен таныссам, пойызда болсын, бірдеңкелер біз жасасақ, секретный құпия хаттарымыз, құпия өміріміз пайда болса, мен өзімнің әйеліме сенем ба, сенбеймін ба? Үйде тып-тыныш өзімен өзі жүрген әйеліме сенем ба, сенбеймін ба? Күмән пайда болады өзінде. Атасының басына осы күмән қаяқтан шықты маған? Өйткені өзіме жасап алған. Солай емес па? қалай дейсіз қайтадан? Өзіме өзім жасағаннан кейін, яғни бір рет таяқ жедім ғой мен енді. Мен өзімнің әйелім бола тұра басқа әйелмен жүріп бірдеңе істеп, әйелдерге сенуге болмайды екен ғой, қазір бұл да біреудің әйелі ғой деп спокойно жүргенде, үйге келгеннен кейін шайтан деген біреу бар ғой. Ой, әйелің сенің что-то не то. Содан кейін адам нені іздейді, соны көреді ғой енді басқа адам енді. Көшеге шығып жасыл Тойота десең, қара Тойота көрінбейді саған, тек қана жасыл Тойота көрінеді. Иә. Сол сияқты адам нені іздеп жатыр? Әйелінен кемшілік іздеп жатыр. Әрине оны табады. Адам баласы құдай емес қой, кемшілік деген жетеді ғой. Демек, әйелге сенбеу керек деген адам Иә. теріс ойлау методикасы бойынша не деп жатыр? Білмедім енді теріс. Не деп жатыр? Астарлы сөйлеп жатыр ғой. Не деп жатыр ол? Түбінде не деп жатыр? Мен біреудің әжептәуір айрандай ұйып отқан отбасын бұза жаздадым. Сондықтан өзімнің тап-таза азаннан кешке шейін нәзік, тап-таза инабатты да ибалы жарымды шайтан маған жезөкше қылып көрсетіп отыр. Деп ол саған айтып жатыр да, конкретно. Сен одан сабақ алып жатсың да, әйелдерден минус іздеп жатсың да, кемшілік іздеп жатсың. Сенің еще әйелің емес ол. Сенің ол қызың жүретін. Тағы бір айтқан сөзі бар. Сол Давай. Жаман биені жабулада құлын ал деп. Егер қызың жаман болса, балаң үшін өмір сүресің деген сияқты. Жеткізді ма түсінбедім. Жаман атты жабулада құлын ал дейм ба? Не дейді сол сияқты? Жеткізді. Сол сөз өтті сосын. Не үшін айтты? Неге айтты? Бұл сөзде ең бірінші біздің үйренуіміз керек нәрсе, біреудің өмірі екінші адамға мысал бола алмайды. Әркімнің тағдыры әртүрлі. Түгел. Бүкіл адамдардың тағдыры әртүрлі. Осыны түсініңіз. Ең бірінші. Екіншіден, біреудің айтқан сөзі, ол өзінің өмірінен айтылған, қысқартылған сөздер ғана. Әр адам тек өз өмірінен ғана айта алады.
әрине оқымаған болса. Солай ма? Солай. Тып-тыныш жүрген қыз бен жігіттің арасын бұзған ұстазымыз, біздің құрметті ұстазымыз. Еще саған сол қызды аңды. Ол қызға сеніге болмайды дегеннен кейін сен айдаладағы біреудің қызын, ол біреудің қызы, ол асырап отқан, бағып отқан, мәпелеп отқан біреудің қызы ол. Ол сенің әйелің, жекеменшігің емес. Әрине, егер ол әдемі болса, тем более. Әдемі ба? Қатты емес. Әдемі болса, оны міндетті түрде басқа адамдар да іздейді ғой. И сол іздеген адамдарды саған көрсетеді. Так. Сол арқылы сен жаңағы еркектің ауруын өзіңе жұқтырып, тап-сау қызды жезекше қылып көретін саған күшті очки әпереді. Сол очкиді шешкенге дейін сен психологически ауру боласың. Сен ол ғана емес, еще енді ол очкиді сен мамаңа барып көресің, әпкеңе барып көресің, көшедегі кез келген қызға барып көре бересің. Сен үшін қыздар сенбейтін, олар опасный адамдар. Түсін ма? Пока очки шешкенше. Сол очки шешесің, одан кейін барып өттеледі. Так, мынандай случай болған арамызда, содан кейін арамыз вообще не то болып кетті. Бір күні қалай бастасам болады? Қалай болса солай айт. Бір күні бір баламен өзінің қалай айтсам болады, баяғыда бірге жұмыс істеген бір жерде сол баламен қалай айтсам араласады екен да. Араласып жүреді. Содан мен бір күні үйіне барам. Квартира ғой. Жаңа сенбе деп айтты ғой енді. Үйіне барам кешке қарай. Содан есік балама подъезд тегі жер есігі чуға естіліп жатыр да. Сол балаға айтады да, келсейші деп айтады, сөйлесейік дейді. Жоқ, мен бармайын дейді. Киноға барайық дейді, ақшам жоқ дейді ана бала. Сонымен сөйтіп өшіріп қойды, мен екі рет тоқылдатып, не үшін шақырып жатсың дедім. Шығып, мен естіп тұрмын, бәрі не үшін шақырасың оны дейді. Ол бәрібір келмейді ол дейді, мен шақырғанмын дейді. Вот сол кезден бастап менде уже серьезно күмән басталды. Қандай күмән? Қандай күмән? Енді өзіміз Қызғаныш сөйлеседі. өзіміз қандайымыз сондай адам жолығады ғой негізінде. Екеуміз қарама-қарсы домда тұрайық дейік. Сен барасың да темекі шегуге шығасың. Неден балконға, иә? Мен де шығам балконға. Мынау сен мені көресің да, мені де темекі шегуге шықты. Адамдардың бәрі жалпы балконға темекі шегуге шығады деп ойлайсың. Өйткені өзің темекі шегесің да. Көрдің бе? Дәл сол сияқты бұл оқиғаның астында өзімізге қараған қатысты жағы бар. Түсінікті ме? Сосын бір сұрақтың шешімі табылмай жүрмін. Мен неге оған жаным ашиды? Осы сұрақ менде қазір. Неге оған жаным ашу керек? Қандай жан ашу сезім бұл? Қалай айтсам болады? Аяп тұрамын да, мысалы болады ғой. Ол қызды біреу алдап тастап кететін сияқты. Мен ғана оны бағалайтын сияқтымын. Басқалар алдап бір тастап кететін сияқты. Жарты жолда ол қызды. Яғни опекаешь. Ол қалай? Асырайсың. Яғни сол қызды иемденіп отырсың. Сен дүниеде болмайтын болсаң,
ол өліп қалуы мүмкін. Ал сен оны өліп қалудан сақтау керексің. Қиындықтан, адасып кетуден, алданып қалудан, Иә, солай жаным ашып тұрады. Алданып қалма, лама. Құдайлық сезім ғой, жандарым ау. Кішкентай құдайсың ғой. Содан қазір мен мысалы ол қызды шынымен ниетіммен ұмытып кеткім келеді. Бірақ жаңағыдай аяушылық сезім жібермейді ойдарды. Бірдеңе болып қала ма екен осыған, біреу алдап кете ме екен, пайдаланып кете ме екен алам деген ойлар мазайлайды да жүреді. Бірақ өзімді түсінбеймін, неге бұны аяй беремін. Біреудің қызы айдалады. Қарындасым емес, басқа мен емес, неге аяй беремін ол қызды. Вот осы сұрақ мені күнде мазалайды. Осы сұрақты айтып отырмын саған, қара. Сен оны басқарғың келеді. Иемденіп алғансың деп тұрмын. Иемденіп алғансың. Енді бірақ болған емес қызығы. Сен қыз баласын иемденіп алатындай. Саған кім үйретті ол қыз баласын иемденуді деген темаға өтеді да, ары қарай сен балалық шағыңа кетеді схема. Балалық шаққа ма? Енді балалық шақта отбасы жағдайынан басталады ғой негізі. Отбасы жағдайында кім диктатор? Қыз Үйде. Әкеміз ба, анамыз ба? екеуі де қалыспайды бір-бірінен. Ашып айт. Ашып айтқанда бір жерден, бірақ өзінен емес, әкем айтқан екен, біреуге әйелді қанша ұрып көрсең де, қанша күш көрсетсең де жеңе алмайды екенсің деген деп естідім. Әйелді физикалық күшпен жеңу мүмкін емес деп үйретті? Деп естідім. Ол сөз маған өзіме келді біреу арқылы. Сосын? Сосын кезінде көргенмін, ұрысып, талай қырылысып, төбелесетін. Бірақ ол жерде не бар деп ойлаймын мен. Басқару ғой негізі. Басқармақшы болды. Күшпен әйелді басқаруға тырысты. Солай емес па? Иә. Айтқанын Әкеңіз. істеп бер. Сіздің главный ұстазыңыз кім болады? Әкем болады. Әкеңіз. Яғни сіз қыздардың бәріне жігіт боласыз ба? Әке боласыз ба? Ситуацияға қарасақ, әке. Қыздардың бәріне не себепті әке болып жүрсіз? Өйткені әкеңіздің рөлін, өмірін сүріп жатсыз. Иә. Сондықтан қызды аяу сезімі ол жақтан шығады. Иемдену. Жүретін қызым емес, туған қызым сияқты. Даже өзім қарындасымнан артық аяп кетемін ғой. Вот әнілім. Вот сол неге қарындасымды олай аямаймын, мынаған неге сонша аяп кетемін деген сұрақ болады да менде. Бұл жерде айтылдым ғой, әкеңіздің өмірін сүріп жатсыз. Әкеңізді қашан босатасыз, полностью. Әкеңізді полный босатасыз, сол кезде бұл тема шешіледі. Өзіңіз айтасыз. Сұрақтың шешімі табылады дейсіз сол кезде. Конечно, не только шешімі табылады, оны шештісен бітті. Мидан өшіріп тастау керек. Әкені босату керек. Так. Ол үшін сізге жекеге шығу керек. Обязательно. Тағы қандай сұрақтарым бар еді? Қазір мен прямойда отырмын.
сосын сабырсызбын, көбінесе шыдамсызбын. Мысалы, бір сөзді жазған ба, ол сөзді оқиды, оқығаннан кейін барып ойланам, неге бұл сөзді жаздым деп. Сөйтіп сол жазғанымда өшірмекші болам, бірақ ол уже оқып қойды, сөз барып қойды ол. Сол сөздің мағынасын ол оқығаннан кейін барып мен түсінемін, кеш түсінемін. Ол оқымаса мен түсінбеймін сөзді. Оған жеткен қалай айтсам солай. Бұл сабырсыздық емес қой. Бұл уже басқару. Тайный түрде басқару. Нені басқару деп сұрамайсыз ба? Иә, нені басқару, сол сұрақтың қалай қоярын білмей отырмын ғой, не деп. Не себепті олай дедіңіз деп, е? Бұл жерде бөтен адамның, басқа бір адамның, үшінші бір адамның өмірін толығымен басқару. Ол үшін шешім қабылдау. Үлкен нәрсе, үлкен қателік. Біреу үшін шешім қабылдауға болмайды. Пока оның атынан жауапкершілік алмағанша керек емес. Жауапкершілік аламыз қашан? Үйленген кезде. Үйленбей тұрып біз біреудің өмірін ала алмаймыз жауапкершілікке. Ол мына сөзді тыңдау керек. Мына менің жазған сообщениемді оқу керек, не оқымау керек деген сөз болмау керек. Значит, үйленбей жатып басқармау қажет па сонда, қалай? Түсінбей қалдым. Үйленбей жатып ешкімді басқарудың қажеті жоқ. Қазір сіз опыт жинаватсыз, опыт. Примерно біреулердің айтуы бойынша опыт керек болып жатыр да. Әйелді оказывается ұрып басқару мүмкін емес екен, так, енді қалай басқаруға болады деген сияқты басқару жолдарын іздеватсыз да. Қажет емес, ешкімді басқарудың қажеті жоқ. Қажет жоқ дейсіз ба, онда? Сенбейсің ғой, мысалы, сенбейсің ғой. Қалай айтсам болады? Мен өзімнің әйеліме 100% сенемін. Өйткені мен қыз-қырқынға вообще тиіспеймін, қырындамаймын, ондай істемеймін да, маған ол қызық емес та, мысалы. Өмірімде ондай нәрсе болған емес менде. Просто так. Сондықтан мен оған спокойно сенемін. Егер қыз-қырқынға тиісіп қоятын болсам, басқа бір әңгімелер, басқа бір жолдарға түсетін болсам, әлбетте мен әйелдер осында екен ғой деген миымда бір программа пайда болар еді. Ол арқылы мен өзімнің әйеліме де шабуыл жасар едім. Солай емес па? Солай, бірақ мен сөйлескелі бері мен де ешкіммен сөйлеспегенмін. Қызық емес ол? Сіз әкеңіздің өмірін сүріп атқанша, әкеңіз кіммен сөйлеседі, сіздің өміріңіз біліне береді. Так что бүгіннен бастап әйелдерді ойбай, күштеп басқару керек екен, үйту керек екен, бүйту керек екен деген нәрсені мидан шығарып тастау керек болды. Қажет емес. Қажет емес. Жарайды. Болды, түсіндім да, басқаруды, темасын түсіндім. Қалай, тағы бір сұрақ. Өтірік. Мысалы, маған ол өтірік айтады. Білмеймін, қайдан келетінін білмеймін, бір жерден келеді да, шындығы кеп менің алдым ашылып тұрады соны. Айландырып алып келе береді соны маған. Өтірік айтылатын себебі, 2-3 себебі бар, осының біреуін айтайын. Қарым-қатынасты сақтау үшін айтылады көп өтіріктер. Шындық айтса, қарым-қатынас болмай қалады да. Өтірік айта салса, қарым-қатынас сақтауға тырысады.
Екіншіден, сені көзге ілмейді. Сені көзге ілмейтін болса, өтірік айта береді спокойно. Менсінбейді да? Мен енді Арыстан шығып, Алматыға пойызбен кетіп бара жатқанда, қыздар неде болады, пойызда отырады ғой, әркім әр нәрсені айтып жатады. Бір қыздар болып қалады менің қасымда ше. Бұл кезде бүкіл қыздарға мен бір ғана нәрсе үйрететінмін. Сендер пойызда жігіттермен танысатын болсаңдар, міндетті түрде аттарыңды өтірік айтыңдар. Баратын жерлеріңді, қандай жақта тұратындарыңды айтпаңдар. Ақиқатты бірден айтудың әйел адамға мүлдем қажеті жоқ. Пусть сам добивается. Керек емес. Интерес қуады дейсің ғой. Мен маньяк шығармын, айналайын, сен қайда баратыныңды білмеймін. Мысалы, маньяк шығармын, сен ойланбайсың ба деген кезде, көп қыздар мәссаған деп ойланып қалады. Так что маған сенің ақиқатың түкке керек емес дейді ғой. Может, жаман ой салады ол ақиқат. Солай емес па? Керемет күшті айтып жатсың ғой. Тағы. Сол кезде сол қыздар сол нәрсені түсінген болса, егер орындаған болса, өмірде көп жетістікке жетеді. Негізі менің ойымша ол қалай айтсам болады. Көбінесе мінезімді өзің шығардың дейді. Сол мінезді шығарған өзің дейді. Мен оған айтқам, сен бәрін білесің. Біле тұра неге әдейі істейсің барлық нәрсені деймін да. Мысалы, менімен сөйлесіп жүріп, басқа жігітпен сөйлесесің неге деп сұрақ қоямын ғой мен мысалы. Ол айтады, олар маған өздері хабарласады дейді. iPhone деген телефон бар ғой? Иә. iPhone деген телефон бар. Samsung деген телефон бар. Мысалда, екеуінің деңгейлері екі түрлі. Просто осыны ойлашы. Түбіне қарайтын болсақ, менімен не себепті сөйлеспей жатырсың деп, сіз өзіңіздің қызыңызға рухани түрде влиять ете алмай жатырсыз да. Влиять. Былайша айтқанда, сіз мүлдем оған қызық емессіз. Бізде ортақ айтатын әңгіме жоқ қой. Может, таусылған. Одан кейін айтайын да, қызық емессіз. Қызық емес болғаннан кейін, дұрыс айтасыз, ортақ әңгіме де болмайды. Ортақ әңгіме болмағаннан кейін, махаббат сезімі өшіп, ортада только достық, туыстық, қарым-қатынас қалады. Махаббат қалады дейсің. Яғни, сіз біреудің туған қызына не істеп, не қою керек екенін үйрете алмайсыз. Керек те емес. Қанша жігіттермен сөйлейді, қызды кім айттырмайды, қымызды кім ішпейді деген қазақта үлкен сөз бар. Ұнай ма? Үйленем дедің ба? Әке-шешеңе айт та, жасыңда уже 25-ке келді. Бар да құлағына сырға сап таста, бітті. Бітті. Бар да құда таста, жоқ, құда түспеймін, может, алаяқ шығар, анау шығар, мынау шығар. И потом соң алаяқ жерлерін көресің, ой, пожалуйста. Мен даже қыздарға сол кезде айтатын тұғым, алаяқ болып үйреніңдер, керек емес, ақиқаттарыңда айтпаңдар деп. Түсініңіз ба? Жақсы емес па? Шағылмайтын жаңғақ, әркімге бір шағыла беретін емес. Мінезі мықты бірақ мінезі. Мінезі жаман бірақ. Жай мақтайын деді өзі. Бірақ біліп тұрады бір әдейі істейді да. Бір сұрақты қайта-қайта қоя бересің дейді. Неге мен де осыны айтайын деп жатқам. Неге маған деп бір сұрақты қайталай бергеннен кейін еркек адам, еркек сияқты емес, әйел сияқты бола бастайды да. Әйелге тағы бір әйелдің керек жоқ. Ал мен оған айттым, сұрақты қайталай бересің деп. Сұраққа толық жауап бермейді. TikTokта хит бар ғой? Білесіз ба?
мен армияға кетіп қаламын, сен мені жақсы көресің ба деген жаңа видео. А? Сен маған әдейі істейсің деп ше. мынандай болды осы жақында жаңа жыл, осы биыл ғой жаңа жылдың кезі. Біз қалай айтсақ болады, 6 айдан кейін барып қайтып сөйлесіп жолықтық. 3 жылдың ішінде миллион мәрте ажырасып, миллион мәрте татуластық. Соңғы осы жылы 6 ай ма 7 ай өткеннен кейін қайтып сөйлесіп, мен оған қараттым жаңағыдай. Біреу арқылы гүлін жіберем, анаусын жіберем, сөйтіп қайтып келді. Алдында неге кетіп қалдым деп едім, қызғандым деді. Содан кетіп қалдым деді. И потом мен де обручальный кольцо алып қойғам дайындап, соған арнап. Соны қолына салдым. Кеттік па деді, кеттік дедім. О, қызық жер басталды. Біріншіден бастап айтайын ба, кеткенім? Ары қарай. Кеттік па дедім, кеттік. Вот, бұл үшінші кетуіміз болып жатыр. Ой, санда бар бара десек. Аха. Или біріншіден бастап айтайын ба кетуімізді, үшіншіден айта берейін ба дедім. Айта бер. Кеттік па деп, кеттік. Кетіп барадысың, мен үйге кіріп, киім, мен енді қаладамын ғой, үйге кіріп, киім кешектерімді алып, ол қызды алып, отқам. Үйдегілерге хабарластым, осындай дайындала беріңіздер. Құдай қаласа мен келемін дедім. Сол сәл момент кідіре тұр, үйде ақшаны реттейік, мал-палды сатайық, арсы берсе бір апта деді. Қызға айттым, осылай болып жатыр, жарайды, онда бір апта болса бір апта деді. Сонымен екеуміз екі жаққа тарқадық. Ана-міне дегенше жаңа жыл басталды. Ол қыз бір оқуға жазылған екен. Пәлен ақша бердім деді ол оқуға. Төледім, мен осыны оқып алайын деді. Но қашан бітетінін білмеймін ол оқудың дейді. Мен оған айтамын, сен оқуыңды сұрасай нақты күнін. Менде мына жаққа хабар беруің керек. 1 сұраймын, 2 сұраймын. Сұраған жоқ, 3 сұраймын, жоқ. Өже жауапкершілік жоқ еді, айтпайды. Мен мына жаққа айтып қойғам, үйдегілер сұрап жатыр. Қашан дайындалайық дегендей қылып жатыр да. Мысалы, біреудің тойына баратын күніне тура түсіп қалмасын деген сияқты, продукты деген сияқты. Сөйтіп жүргенде ұрса бастады ғой, екеуміздің арамыз ұрыс бастала бастады. Қалай айтсам болады. Сонда менен оқуды артық көріп, үйленсең де келіп оқып үлгересің ғой дедім ғой мен оған. Өзім ақ оқытам деп. Осы жерден ұрыс басталды ғой, жайлап бастала бастады. Сонымен дәлше қырылып кетті ғой ұрыс. Яғни ешқандай нақты шешім қабылдай алмайтыныңызды оған дәлелдедіңіз, иә? Үйдегілер бүйтіп айтады, аналар бүйтіп айтады, аналар бүйтіп айтады, аналар бүйтіп айтады деп отыра бермейді. Болды ма? Үй жақта да ойлап қалдым да мен, ақша қалай болады? Ақшасын реттеу. Қалай болса солай болсын. Ниет етілді, қыз келді, абыройының бәрін төгіп, төмен түсіп келіп тұр. Алып қалудың орнына жоқ, бір аптадан кейін келді. Немене бар ол суын фильтр қоятын жігіттерді қайтарып жіберген адам ұқсап. Күлейін ба, жылайын ба дегендей отыр ғой. Иә. Менің сабағым 10.000 теңге тұрады. Мен айлық алып алайын дейді бір рет өткенде бір кісі сабақ аламыз. Жүре берсін ол айлыққа дейін. 10.000 теңге табылмасаң менің қасымда нең бар деймін да сабағым. Прямой эфирді көріп отырып жүрші, тегін ғой сабақтың бәрі. Дегеннен кейін қарыз марафонын өткіздім өткенде жақында. И адамдар алдындағы сабақты арыз тегін беріп отырдым ғой арасында, тегін беріп еще қосылып отырды да олар, тегін берді. Кейін
бірдеңе қылып ырың жырың етіп сөйтіп төлеп құтылды ақшаларын. Сондақсы 10 мың теңгені 10 рет бөліп төледі анау. Мгм. Қызық па? Ары қарай қызық. Осы қарыз үшті жүргізген кезде мен айттым, қарыз сабағын қарызға бермеймін дедім. Мгм. Мен қаншасына? 18-інде айлық аламын дедім. Біреу бүйтіп айтты маған. Айлық 10 мың теңге айлық аламаймын ол. Мгм. Сол кезде мен оған айттым просто. Қарыз сабағын қарызға сатпаймын. Қашан төлейсіңдер, сол күннен бастап қосыласыңдар деп едім. Сол күнде ойда жоқта анау 10 мың теңге салып жіберді ғой. Адам қажет болғанда табады ғой. Конечно. Жаны қысылса табады ақша. Уже қыстым, сразу төледі да. Ақшаны сразу төледі. Өйткені оған қажет. Дәл сол сияқты қыз уже келіп тұр есік алға. Қыз келіп тұрған қызды кіргіз алмаған. Өзің кінәлі. Кім? Мен кінәлі. Вот, өзім басыма, сау басыма сақина тілеп алдым деген осы. Енді бұл еще ерунда. Бұл қызды кіргіз алмағаның ерунда. Енді ешқандай қызды кіргіз алмайсың. Өйткені миыңда уже программа пайда болды. Пәленше осындай өз шешім қабылдай алмайды. И бұл сезім сразу ответ шығады. Ответ. Жаңағы сұрақтың ответі уже енді келіп отыр. Сен әкеңнен келіп жатқан нәрсенің түбінде әкеңнен де әкеңе не үшін олай келіп жатыр деген кезде көрдің ба? Сен өзіңе өзің жаның ашып жатыр да негізі. Қыздың алдында өзіңді просто кінәлі сезініп тұрсың. Конкретно. И все. Басқа жоқ ештеңе. Так. Былайша айтқанда, бетің ашылып кетті. Түсіндің ба енді? Қыз несерьезно қарайды десе үшін маған. Мен болсам да, сенің қызың болсам, не серьезно қарайтын едім. Не істеп жүрсің? Келе тұршы, бір аптадан кейін келе тұршы, 2 аптадан кейін келе тұршы. Не ол? Ақшам жоқ, қазір жоқ, қарыз тұрып келдім ау ол сенен. Деп тұрма, қызды ұшырудың қажеті жоқ. Қондырып ал, болды. Алақаннан ұшқан аққулар, арасың ұшып шалғайға, қанатын қалқам талмай ма, жазылған тағдыр маңдайға болыпты ғой. Иә, может, тағдыр солай жазылғанша сол күнде жазып алған. Иә, жүре береді. Тағдыр солай жазылған. Кеп тұрған қызды кіргізбей. Болды енді, постоянно бүкіл қызды сөйтіп, ырың-жырыңсыз созып жүресің. Бұл сенің енді құқтайым ауруың болып табылады. Түйсіктің ішіне программа болып жазылып қалды. Шайтан оны андай күшті моментті күтіп отыр айтпақшы. Ол ертең сені әке-шешеңе қарсы қояды. Әке-шешеңе, сендер кезінде Қазір бір дайын болып тұрған нәрсе дайын болып тұрған нәрсені қабылдап қала алмадыңдар. Мүмкіндікті жіберіп алдыңдар. Олар кінәлі болады ертең. Біраз уақыттан. Көрдің ба? Терең екен. Енді мен қазір сөздің тоқ етері жаңағы аяушылықты ұмытсам, басқасының керегі жоқ қазір. Данный время. Ол аяушылық. Ол қызды аяушылықта аямайтындай болып, қалай айтсам болады, жаны ашымайтындай болып кеткім келеді болды. Ол қызға жаным ашығым келмейді болғым келеді. Ол үшін адам өзін кешіру керек бірінші. Іште өзін кешіру керек. Иә. Терапияға келу керек оған. Бұл 1 сағаттық тема. Бөлек асықпай терапияға келесің. Сол жерде шешеміз. Түсіндің ба, Басеке? Түсіндім. Онда сәті келгенде хабарласам. Обязательно. Жүре берме созып. Созатын айтетің бар.
Вообще созба. Мен бауырым жақсы айтады екенсің. Ақиқатын айтамын ғой. Керек нәрсені айтамын. Шешім түйін шешеді екенсің. Тағы қоймақ қояйын, ана жерде қаншама адам күтіп отыр, кейін сөйлесе жатырмыз. Иә. Жарайды. Рахмет, Алла разы болсын. Мен де эфирден қазір мына кісіге хабарласып жіберейін. Маған уже звондап жатыр. Менде терапия бар. Төртеулік терапияға жазылған кісілер бар. Олар өздерінің уақыттарымен терапияға келу керек та. Болды. Айтпақшы, өзімді таныстырып өтейін. Жасым 35-те. Есімім Бақтияр Нышанбайұлы. Арыс қаласының тумасымын. 15 жылдық психологиядан опытым бар. Тәжірибе жетеді. Москваға барып, Владимир Ждановтың жеке сабағын наставничествосын алған адамын. Қазақстанға келіп, любой психологиялық ауруыңды денсаулық арқылы емдейтін жалғыз маманмын. Теріс ойлау маманы. Мына біреу комментарий жазды. Құдаймын деп жатқан жоқ қой бұл кісі. Не болмаса көріпкелмін деп жатқан жоқ қой. Саламатсыз ба? Дайынсыз ба? Бастаймыз. Ал, қазір эфирді өшірейін. Так, достар, барлықтарыңызға рахмет. Қатысқан сіздерді міндетті түрде қабылдаймын. Мына WhatsApp нөмірге жазыңыздар. Осы WhatsApp нөмірде менің жеке шай ішеміз деген группам бар. Сол группа тегін. Сол жерде бүкіл сабақтардың бәрінің результаттарын салып, жазып жатырмыз. Соған қатысыңыздар. Группаға кіріп алыңыздар тегіннен тегін. Ол жерде 1000-ға жуық адам отыр. Телеграм каналда, немесе Инстаграмның ішінде нені бассаңыздар, ссылканы бассаңыздар, шығады. Историяға, Инстаграмға полный тіркеліп алыңыздар. Барлықтарыңызды шынайы жақсы көремін. Алла күндеріңізге береке берсін. Бүкіл салынған видеоның барлығы қысқартылып, басындағы айтылған жерлердің бәрі қысқартылып, менің теріс ойлау орталығы атты YouTube каналыма шығатын болады. Сол каналдан толық эфирді көретін боласыздар. Барлықтарыңызға рахмет. Жақсы.